Жамбылда жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік көрсеткіші төмендеді. Шаһарда өткен салауатты өмір салтын ұстанайық атты семинарда мамандар осылай деді. Жиында бұдан бөлек нендей мәселелер сөз болды, сюжеттен көріңіз. Жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алуда ең маңыздысы дұрыс ақпарат пен дер кезінде берілген кеңес. Семинарда мамандар жасөспірімдерге денсаулығы мен болашаққа жауапкершілік туралы дұрыс ақпарат берудің маңызын атап өтті. Нәтижесі де бар. Биыл босану бойынша есепте тұрған жасөспірімдердің саны 50-ге дейін азайған. Бүгінгі семинар жалпы қала бойынша, аудан бойынша жастар денсаулық орталығының мамандарын жинап отырмыз. Сонымен қатар осы емханаға қатысты өзіміздің 10 мектебіміз бар. Сол мектептердің тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, яғни жалпы салауатты өмір салтына жауапты мамандарды жинап, осы жерде үлкен семинар өткізіп жатырмыз. Жиында жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу маңыздылығы да сөз болды. Сарапшылар мұғалімдерді оқушылардың психологиялық жағдайына жіті көңіл бөлуге шақырады. Баладағы тұйықталу, мінез құлықтың күрт өзгеруі сияқты белгілерді уақытылы байқап, қолдау көрсету қажеттілігі айтылды. Бұл бізде қазір бүгінгі көтеріліп отқан мәселе жастар мен жасөспірімдер арасындағы проблемалық мәселелер, яғни репродуктивті денсаулық, психологиялық денсаулық. Оның ішінде ерте жүктілік бар, суицид бар, буллинг бар. Бұны жинап, именно оқу жылының алдында жинап отырғанымыз. Сонымен бірге жастар арасында зиянды әдеттердің алдын алу мәселесі де назардан тыс қалмады. Сала мамандары темекі мен алкогольдің жас ағзаға тигізер кері әсерін ұдайы түсіндіру маңызды екенін атап өтті. Салауатты өмір салтын насихаттайтын профилактикалық жиындар енді білім беру ұйымдарына жүйелі түрде жүргізіледі. Назерке Бергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.